YouTube каналындағы оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен бір жақсы бір нәрсені бөліскім келіп отыр. Бұл мынандай неді? Бізде нақты бір программа бар екен. Барлығымызда әр нәрсеге қатысты программа болады екен. Мысалға, менде қазір мысалы мынандай программа бар. Біз 2 жыл, 3 жыл сайын ауыспасақ, біз бір жерде отырып қалсақ, онда өсу болмай қалады деген программа бар екен. Соның арқасында біз деген қаншама квартира ауыстырдық. Біз егер білгенде мен бір видеода да айтқан болатынмын. 18-ші жыл биыл жаңағы отасқанымызға сол аралықта бірнеше қалада тұрдық. Әр қалада кемінде 1 жыл, ал максимум 3 жылда. Сонда біз осы Астанаға келген кезімізде Астана біз өз үйіміз, бұл өзіміздің үйімізге келдік деп есептедік. Біз сөйтіп бұл жақта енді тұрақталатын шығармыз дегенбіз. Бірақ шындығында келгенде біздің программамыз тағы да жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде де біз тұрақталған жоқпыз. 3-ші жыл мына алла бұйырса осы жаңағы неге қарай, августке қарай 3-ші жыл болады. И осы уақытта да біз уже ауысқалы отырмыз, басқа қалаға көшкелі отырмыз да. Сонда айтайын дегенім, біз мысалға да кейбірде адамдар айтады, мен мысалы үнемі сүйте беремін, бүйте беремін деген нәрсені айтады. Неге екенін білмеймін деп айтады ғой. Вот, ол өзінің программасына тікелей қатысты. Өзінде қандай программа бар, соған қатысты, тікелей қатысты. Мысалға, мен тағы да бір түсінікті болу үшін бір нені айтайын. Бізде мына Астанада таң намазы деген таңғы 2-де кіреді. То есть таңғы 2-де, былайша айтқанда түнгі 2 деп айтайыншы. Сондай уақытта кіреді да. И ол маған мысалға қазіргі таңда мен көшіп жатқаннан кейін маған кеш жатып таңертең солай намазға тұру менің санам жаңағы саналы түрде таң намазына ерте тұру керекпін ғой деген нәрсе болғанмен де түп санам оны мысалы қиын көріп жүр да. Мен уже 3-4 күн болып қалды, и таң намазына тұра алмаймын да. Өзіме ренжимін да, мен неғып таң намазына тұрмадым деп ше. А на самом деле программа жұмыс жасап тұр. Яғни түп санада мен кеш жатып жатырмын, таңғы 2-ге тұра алмаймын деген нәрсе жұмыс жасап жатыр да. Көрдіңіз бе? Бұны енді мен жаңағы таң намазына тұра алмасаң осылай қолдап ал деген нәрсе емес. Мен сіздерге самое главное түсінікті болсын деп айтып жатқаным ғой. Сондықтан да мен әр нәрсені айтсам да жаңағы сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатқан мысалдарым. И сонда біздің программамыз осылайдан тікелей осы неге өзіміздің алдын ала қойып алған программа, убеждение соған тікелей қатысты. Яғни ешкімді кінәлаудың керегі жоқ бұл жерде. Яғни өзіңіз шақырып алдыңыз былайша айтқан кезінде. Вот бізде тоже мысалға жаңағы айтқандай қанша мен мысалы саналы түрде осы неде Астанада қалғым келеді, Астанада тұра бергім келеді. Мында жел бар екен, былай жүрейін. Саналы түрде Астанада қалғым келеді, тұра бергім келеді, бірақ менің түп санамда все равно жаңағы не тұр ғой, 2 жыл 3 жыл сайын не қалған, көшу, ол обновление болады, ол өсу болады деген нәрсе тұр да. Сондықтан біз әр нәрсені не істесек те, қашсақ та саналы түрде олай істемейін десек те, бізде түп санада сол туралы программа бар екен. Сондықтан да сіз өз-өзіңізге жаңағы кез келген ситуацияда неге сөйтіп жатыр, неге бүйтіп жатырмын деп ренжи бермей, лучше түп санада сол туралы программаны іздеңіз. Сол кезде соның ответі шығатын болады. Мен бүгін сол тікелей жаңағы кінәліні, жауапкершілікті біреулерге итере салып деген секілді сөйтіп сыртқа қарай ысыра бермей өзіңізден іздеңіз. Кез келген нәрсенің жауабы өз ішіңізде. Соны айтқым келді.